Егер бірдей санды өз-өзіне көбейтетін болсақ, дәреже деп аталады. Мысалы, мен 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2 5 рет өзіне көбейтетін болсам, онда 2-ның 5-ші дәрежесі болады. 98 3-ші дәрежесі. Кубы деп аталады. Көбейтілген 2 рет көбейтсем, квадраты. 2-ші дәрежесі. Онда бір санды өзіне өз аның n дәрежесі деген, мысалы, аның өзіне n рет көбейтеміз. N рет көбейтсек, бұл аның n дәрежесі болады. Енді дәреже осылай, аның n дәрежесі болса, бұл жерде a деген негіз болады. Дәреженің негізі n дәреже көрсеткіші. Қосылғанда a-ның n дәрежесі деп аталады. Кез келген санның бірінші дәрежесі, a-ның бірінші дәрежесі, бұл сол санның өзіне тең. Немесе бірінші дәреже болғанда жазбасақ та болады. Мысалы, 3-тің бірінші дәрежесі 3, 2-ның бірінші дәрежесі 2. Амалдың реті бойынша. Қосу келетін болса, онда алдымен көбейту орындалады. Ал егер дәрежеде болатын болса, ең алдымен бірінші дәреже амалы. Бірінші амал 2-ның квадраты. 2-ні 2 көбейтеміз 4-ке тең. Екінші амал 3-ті көбейтеміз 4-ке. Дәрежені жазған кезде жақшамен салыстырып көретін болсақ, минус 2-ның квадраты. Минус 2-ның квадраты. Минус 2-ның квадраты. Минус 2-ның квадраты деген ол минус 2-ні 2 рет көбейтеміз. Болады. 2-ның квадраты дегеніміз. Ол минус 2 көбейтілген 2 квадрат. Тек қана 2-ның квадраты. Минусқа қатысы жоқ. Минустың өзі тұрады. Сосын 2 көбейтілген 2 минус 4 болады. Бірінде 4, бірінде минус 4 болса, 2 біріне тең емес. Сосын егер минус 2-ден көбейтетін болса, онда жақшамен жазу керек. Бөлшекте де солай. Егер жақшамен жазылса, бөлшектің алымында бөлімді көбейтеміз. Жақшасы жазылса, 2-ның ғана квадраты жазылады. Дәреженің қасиеттерін білетін болсақ, қасиеті a-ның 5 дәрежесі көбейтілген дәрежесі. Негіздері бірдей дәрежеден көбейткенде не істейміз? A-ның 5 дәрежесі деген ол a-ны 5 рет көбейтеміз. Көбейтілген a-ның 3-ші дәрежесі 3 рет көбейтеміз. Бізде барлығы a бірыңғай a-дан тұрған үшін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a бар бізде. A-ның 8 дәрежесі болады. Демек, A-ның 5 дәрежесі мен A-ның 3 дәрежесін көбейтсек, ол A-ның 8 дәрежесі болады. Немесе басқалай жалпы формасын айтатын болсақ. Негіздері бірдей болған дәрежелер көбейткенде, негізіміз A, негіздері бірдей болған дәрежелер көбейткенде, негіз өзгеріссіз қалады A болып, дәрежелер бір-біріне қосылады. 5 плюс 3. 8, 5 плюс 3 болды.
Негіздер бірдей болған үшін, арасында көбейту болған үшін, m плюс n дәрежесі болады. Жалпы формасы осы. Жалпы 7-ден 2-ның дәрежесі, көбейтілген 7-ден 2-ның 2 дәрежесі. 7-ден 2-ның 2, 7-ден 2-ның дәрежесі болады. Келесі, негіздер бірдей дәрежелер бөлгенде. Бұның 8 дәрежесі бөлінген, бұның 8 дәрежесі деген, бұның 8 рет көбейтеміз. Бөлінген, бұның көбейтегенде 3 рет көбейтеміз. Енді көбейткенде бөлімде 3 бөлмен, алымда 3 болып келеді. Бұның 5 бөл қалды. Бұның 5-ші дәрежесі. Басқа қалай? 8 дәрежесі бөлінген бұның 3 дәрежесі. Бұның 5 дәрежесі болды. Дегеніміз 8-ден 3 азайтсақ 5 шығып тұр. Арасындағы бөліміз. Егер негіздер бірдей болған дәрежелер бір-біріне бөлсек, негіз өзгеріссіз қалады. Бұл дәрежелерін бір-бірінен азайтамыз. 8-ден 3 азайтсақ 5. Мысалы, A бөлінген 3-тің дәрежесі. A бөлінген 3-тің 21. A бөлінген 3-тің 10 дәрежесі. Жалпы формасы A-ның n дәрежесі бөлінген A-ның n дәрежесі. A-ның n азайтылған n дәрежесі. Бөлме деген бөлшекпен жазылуы мүмкін. A бөлінген b деп немесе қосындықтарды да жазылуы мүмкін. Екі жағдайда да біріншінің дәрежесін, екіншінің дәрежесін азайтамыз. Ал егер бір санды өзіне бөлетін болсақ, оның 5 дәрежесіне бөлетін болсақ, онда өзіне бөлгеніміз үшін бірге тең болады. Ал мынау қасиеті бойынша A-ның 5 дәрежесі бөлінген A-ның 5 дәрежесі, ол A-ның 5 азайтылған 5 дәрежесі. Ол A-ның 0 дәрежесіне тең. Сонда A-ның 0 дәрежесі ол бірге тең болып тұр. Кез келген санның, A-ның орнында кез келген нақты сан болуы, кез келген санның 0 дәрежесі ол бірге тең болады. 3-тің 0 дәрежесі 1, минус 2-ден 1-дің 0 дәрежесі 1. Кез келген санның бөлшек болсын, натурал болсын, 0 дәрежесі 0-ге тең. Келесі қасиет. X-тің 4 дәрежесінің кубы. X-тің 4 дәрежесінің кубы, X-тің 4 дәрежесі бөлінген X-тің 4 дәрежесі бөлінген X-тің 4 дәрежесі. Көбейту болған үшін X-тің 4 2 дәрежесі. Немесе басқа X-тің 4 дәрежесі, оның 3 дәрежесі. X-тің 4 бөлінген 3 дәрежесіне тең. X-тің 2 дәрежесі. Дәрежені дәрежеге шығарған кезде, оның m дәрежесі, оның n дәрежесі болса, онда A-ның n дәрежесі болады. Дәрежені дәрежеге шығарғанда көбейтеміз. Мысал, 4 дәрежесі, оның 6 дәрежесі, бұның 5 дәрежесі, оның 4 дәрежесі. Бұның 4 дәрежесінің 6 дәрежесі. Бұның 4 көбейтілген 6 дәрежесі, көбейтілген бұның 5 көбейтілген 4 дәрежесі.
4'ten 6'ın köbeytilgeni 24 derecesi, köbeytilgen bunun 20 derecesi. Негіздері бірдей болғандықтан көбейткенде, негіздері бірдей дәрежелер көбейткенде дәрежелерін қосамыз. 20 бұның 4 дәрежесі. Бұл дәрежені дәрежеге шығарып келесі көбейтіндіні дәрежеге шығару. 3 көбейтілген 8-дің 4 дәрежесі ол. 3 көбейтілген 8-ді 4 рет көбейтеміз. 3 көбейтілген 8, 3 көбейтілген 8, 3 көбейтілген 8. Енді мен орындарын алмастырамын. Сонда 3-терді бөлек, 8-ді бөлек көбейтемін. 3 көбейтілген 3 көбейтілген 8 деп көбейтілген 8, 3-тер 4 рет 3'ті бір-біріне көбейтсек, 3'тің 4 дәрежесі. Көбейтілген 8-ді 4 рет көбейтсек, 8-дің 4 дәрежесі. Сонда 3 көбейтілген 8-дің 4 дәрежесі ол соңынан шығып 3'тің 4 дәрежесі, көбейтілген 8-дің 4 дәрежесі. Көбейтіндіні дәрежеге шығаратын болсақ, әрбір көбейткішті сол дәрежеге шығарады екенбіз. А көбейтілген бұның n дәрежесі, A-ның n дәрежесі, көбейтілген бұның n дәрежесі деген жалпы формуласы. Келесі бөліндіні дәрежеге шығару. 2-ның 4 дәрежесі ол. Көбейтілген 3-тен 2, көбейтілген 3-тен 2. Bunların bir-birine көбейтетін болсақ, 2 көбейтілген 2, бірінде 3 көбейтілген 3 көбейтілген 3 көбейтілген 3. Бұл 3-тің 4 дәрежесі, 4 көбейтілген қалымында 2-ның 4 дәрежесі. 4 көбейтілген. Енді қарайтын болсақ, 2-ның 4 дәрежесі ол. 3-тің 4 дәрежесі, 2-ның 4 дәрежесіне тең. Сонда бөлшектің дәрежесін шығаратын болсақ, немесе бөліндінің дәрежесін шығаратын болсақ, adamın da bölümde derecesinde işaret edilmiş. 2'nin 4 derecesi, 3'ün 4 derecesi. Bunun cevap forması A bölüngen bunun M derecesi ol. A'nın M derecesi bölüngen bunun M derecesi. Endi bu aytılganlardan yarı tamamında malda orundalır. Z'nin 21 derecesi bölüngen 6'nın 21 derecesi. Eğer dereceleri birдей болған жағдайда бірге алуға болады. Z бөлінген 6'нın 21 derecesi ортақ дәрежемен жазуға болады. Bir misal шығарып көрейік. X'tin 5 derecesi, Y'nin 6 derecesi, 4 derecesi. Bölüngen X'tin derecesi, Y'nin derecesi. Köbeytindinin dereceye çıkarı boyunca X'tin 5 derecesi, 4 derecesi. Köbeytindinin Y'nin 6 derecesi, 4 derecesi. X'tin 20 derecesi, Y'nin 20 derecesi. Yine dereceye çıkarı boyunca X'tin 5 köbeytindinin 4 derecesi, köbeytindinin Y'nin köbeytindinin 4 derecesi. Y'nin 27. Şimdi X'ten 20 derecesi, Y'den 24 derecesi. Bölüngen X'ten 20 derecesi, Y'den 27 derecesi. Bu yerde negizleri X'ten 20 derecesinin Y'den 24 derecesinin birbirine köbeyt almayı. Bölümün negizi X, bölümün negizi Y. Al, bölümdeki X ben bölü alamız. Şimdi X'ten alımda 20 derece, bölümde 20 derece. Negizleri birдей болған үшін de dereceleri birbirinden azaltamız.
20 azaytılan 20 köbeytilgen y ben y'ler birde bolgan üçin derejelerini azaytamiz. Köbeytilgen y 24 azaytılan 22 x'tin nol derecesi köbeytilgen y'tin 2 derecesi x'tin nol derecesi bolup 1'ge teң y kvadrat bolsa cevabı y kvadrat boldu. Köbeytilgen sanın 10 derecesi bölüngen sanın 8 derecesi. Köbeytilgen derecege çıkarganda a'nın 10 derecesi köbeytilgen sanın 10 derecesi bölüngen sanın 8 derecesi. Endi negizleri birde bolатын sanın 10 derecesi menен sanın 8 derecesi var. Sanın bölüngeninde 10 azaytılan 8 derecesi köbeytilgen sanın kvadratı. X'tin 5 derecesi, y'tin 7 derecesi. Bu bölüngen x'tin 4 derecesi, y'tin 20 derecesi. Azaytılan x, y'tin 5 derecesi. X'tin kvadratı, y'tin 4 derecesi. Endi teң bolady. Bu jerde birinçi jakşynaşyp alamyz. Üçüncü bölemiz. Üçüncü daha jakşynaşyp, dördüncü bölemiz. Şimdi beşinci azaytmyş. Birinci amalymyz jakşynaşатын bolsa, köbeytindini, iki köbeytilgen x'tin 5 derece, köbeytilgen y jetini biz kubtap jatyrmyz. Barlyk köbeytindini jeke-jeke kubtap çygamyz. Jere durgan 2'nin kubu, köbeytilgen x5'tin kubu, köbeytilgen y jetinin kubu. Bölüngen. Bölüde biz bölçekten yazayık. Çataşmasın. X'tin 14 derecesi, y'tin 20 derecesi. Azaytılan dağı jakşynaşamyz. Köbeytinde bolgandykdan barlygyn kubtap çygamyz. Eger san dursa sandy da kubtaymiz. 3'tün kubu, x'tin kubu, y 5 derecesinin kubu. Dağı bölünge yazayık. X kvadrat, y 14 teң bolady. Y'nin kubu. Y'te köbeytilgen 8 de var. 8 köbeytilgen x5'tin kubu, x5 köbeytilgen 3, y jetinin kubu, y jet köbeytilgen 3, susturup, negizleri türlük. Azaytılan 3'tün kubu, 3 köbeytilgen 3 köbeytilgen 3, 27, x kubu, y'tin derecesinin kubu, x kvadrat köbeytilgen y 14. 8'den x'tin 15 derecesi, y'tin 16 derecesi, x'tin azaytılan x kub, y'tin 15 derecesi. Bölüngen x'tin kvadratı, y'tin 14 derecesi. O teң bolady. Endi
8 x'in 15 derecesi, x'in 14 derecesi. Negizleri birdeği boluptur. Bölün türlü ne olur? Azaytamiz. X'in 15 azaytan 14 derecesi. Y'nin 21 derecesi. Y'nin 20 derecesi. Negizleri birdeği boluptur. Onu azaytamiz. Azaytılan 27 bölügen x'in 3 derecesini x'in kvadratı. Negizleri birdeği boluptur. Derecelerin y 15 azaytamiz. Bölü olarak. Teğen olarak 8 x 15'ten total derecesi onda da bir tane koymuş. Şimdi 27 x 3'ten çarpılır. Onda da yazılmış derecesini derecesi. Böyle yazılmış. Bizde 8 x y azaltılan 27 x y. Kısasını söylüyorum. Bugün kişinin azaltımız. 27'den 8 azaltımız. 9. Ülkenin basın konusunu yazalım. Sonra bizde derecelerle bastı. Bütün koçetkişte derece degen var. Degen testimin sanat koçetkişi. Onun bizde 10 köbetilgen 10 köbetilgen 10 10 köbetilgen 10 100 10'un birinci derecesi. Şimdi 10'un ölçüsü 10'un dördüncü derecesi. Keskin sanının derecesi 1'ge teң. Mына жерде байқайтын болсақ, дәрежеде бір сан азайып келе жатыр. Оның мәні 10 есе азайып келе жатыр. 3'тен 2 болды. 10'dan 100 болды. 2'den 1 болды. 100'den 10'ga түсті. 1'den 0 болды. 10'dan 1'ge түсті. Енді тағы бір азайтатын болсақ, демек, оң жақтағы мәндері тағы 10'ga бөлінеді. 10'ga бөлсек, ondan tағы азайтсақ, дәрежесі десек. Бірді азайтып көрсетеміз, нөлден бірді азайтсақ, минус 1. Минус 1'ден бірді азайтсақ, минус 2. Бір бөлінген 10, 10'ga бөлсек, бір бөлінген 100. Bir bölüngen 10'un kvadratı. Tағы bir azaytsak, minus 2'den bir azaytsak, minus 5. Bir bölüngen 100'de 10'ga bölüngen olsak, bir bölüngen 10. Dediğimiz 10'dan bir bölüngen 10'un kubu. Şimdi bakayım olsak, 10'un minus 2 derecesi o, bir bölüngen 10'un kvadratına deyin olur. Minus 2 derecesi o, bir bölüngen 10'un kvadratı. Derecesi, bir bölüngen 10'un kubu. Demek, bu kez kelgen san üçün kullansak olur. Sonda kez kelgen sanın a'nın minus n derecesi olur. Teң болғаны бір бөлінген a'nın derecesine. Мысалы, 7'nin minus 3 derecesi olur. Bir bölüngen 7'nin 3 derecesine. Bu bölüngen 7, 49, 343'e teң. Немесе соның теоремалымен жасауға болады. 1 бөлінген 81 бөлінген 3'тің 4 derecesi. Ол 3'тің minus 4 derecesi. 1 bölüngen 81 teң 3'tің minus 4 derecesine.
minus 2 derecesi. Kuvvetligen 12'nin minus 2 derecesi ol 1 bölgen 12'nin 2 derecesi. Kuvvetligen 2 bölgen 144. 143 kıskarsa 3 kere kıskarsa 48. 1 bölgen 48. Üretim sonuçları. Minus 2 derecesi, minus 2 derecesi. Kuvvetligen 9'dan minus 1 derecesi. Bölüngen 27. 3'ten minus 2 derecesi kuvvetligen minus 2 dereceye sarganda kuvvetimiz kuvvetligen 9'dan minus 1 derecesi. Bölüngen 27. 3'ten 4 derecesi bulup kuvvetligen 18 minus 54. Kuvvetligen 9'dan minus 1 derecesi ol 1 bölüngen 9'dan 1. derecesi. Onu yazılacak da bulup bölüngen 27. Endi 3'ten 4 derecesi ol 81. 1 bölüngen 9. 81 bilen 9 kısqara 9 kısqara 9 kılıp kalır. 9 bölüngen 27 kalır. 9'a kısqara 3 kalır 1 kalır 3'ten 1 olur. Cevabı 3'ten 1. Şimdi C'nin derecesi x, minus 2 derecesi x, C'den 4. Şimdi C'nin minus 1 derecesi değil, o 1 bölüngen C'nin 1 derecesi. 4 bölüngen x minus 2'nin minus 2 derecesi o 1 bölüngen 2'nin minus 2 derecesi x. Bugün kendimi seteyim. 2 bütün C'den 4. Borç bölçekten alır olmaz. 2'nin C'den 14. 4 olsa 18. Endi C'den 1 x azaytılgan 2'nin kvadraты 4'ten 1 x C'den 18. Ortak bölümü bölümlerde C var 4 var. Ortak bölüm 18 bulup 4 verimiz, C verimiz, 4 verimiz. Anda C kuvvetligen 1 kuvvetligen x, C x azaytılgan C kuvvetligen 1 kuvvetligen C 4 eken. İşte 4 kuvvetligen 1 kuvvetligen x 4x azaytılgan C kuvvetligen 1 kuvvetligen x, C x 4 ben 18 bölürsek 77. 4x'ten 3x azayt, x azaytsak 3x 7. Endi minus 3'ke bölemiz. X minus 78 minus 3'ke bölsek minus 24. Minus sanına bölgenimiz için tengsizliktin tangası teң bolgan жерде кишиге айланып кетет. Кишинемизге тең болот. X кишинемизге тең minus 24. Cevabı minus x